Ассаламу алейкум. Бүгін салмасы бар багет дайындаймыз. Ең алдымен жылы суымызға ашытқы, тұз салып, жақсылап араластырып, ұнымызға салып, үстіне сұйық майымызды құйып, қамыр илеп, бетін жауып 1 сағатқа қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін 6 бөлікке бөліп, қамырымызды қолымызбен жайып, енді осылай рулет құсатып орап, пергамент қағазына ұн сеуіп, багеттерімізді салып, арасын осылай гармош құсатып қоясыздар. Бетін жауып көтерілгенше қоямыз. Енді етімізді салымкалап турап, табамызға май құйып, қыздырып, етіміз салып, пісіріп аламыз. Етіміз піскенше багеттеріміздің көтерілгеннен кейін осылай бір шетін кесіп шығасыздар. Енді 200 градус қызып тұрған пеште қыздырғанша пісіреміз. Етіміздің үстіне жуа, перец, сарымсақ салып, араластырып, тұзын, паприкасын салып, және де соя тұздығын салып, су құйып, тағы да пісіріп аламыз. Енді піскен багеттерімізді суытып, ортасынан жартылай бөліп, жаңағы кесілген жерінен үстіне етіміз салып, жуамыз салып, аскөк, салатный листья, кетчуп, майонез, және де сырный соустан өзіңіздің қалауыңызша салып, үстіне помидорымыз салып, осылай жасай береміз. Енді балалар үшін майонез, кетчупсыз да жасап қойдым. Осымен багеттеріміз дайын. Ас болсын.